Мама любит, принимает его такой, какой есть. Жена что делает? Жена требует. Маған анау керек, мынау керек спрашивает. Маған анау ұнамайды, мынауны етіп айтады. Сол кезде айтқан кезде еркек адам оянады рано или поздно, понимаете, да? Сол үшін жаңағы әйел мен маманың рөлін ауыстыруға болмайды. Өйткені көп әйелдер қазір өзінің күйеуін балағып жүрген. Балағып жүрген соң қазір енді страдать етіп жүр да. Күйеуім что-то налево жүрген сияқты, күйеуім маған көңіл білмейді. Күйеуім маған үйреніп қалған деп. Әйел адам білесіздер, мысалы күнде тамақ жасай берсе, ертең оның зыбыс шығады көріп айтқан кезде. Оған кішкене демалу керек, перезагрузка керек. Әйел адам өз-өзін түсінбейді, мысалы циклдары болады, оның өз-өзін түсінбейтін моменттері болады, эмоциясы былай шашып етеді деген сияқты. Сол үшін еркек адамға әйелді қатты да қысуға болмайды негізі. Бәрі поровну, бәрі взаимно болу керек та. Тамақ жасасаң бірге жаса, үйді тапсырсаң, үйді жусаң бірге жу, үйді тазаласаң бірге тазала деген сияқты. Бәрі взаимно болу керек. И понимаете, да, вот сондай негізі бәрі гармоничный отношение келтіруге болады да. Бірақ пока біз сол о бастан әкемізді дұрыстап қабылдамағанша, қалай қабылдайсың? Терапия арқылы қабылдайсың.